шарамыз қалады. Оның барлығы алдағы уақытта сонымен осы 5 жылға бекіткен сайлау бағдарламасы аясында барлық қарастырылған іс-шараларды біз орындайтын боламыз. Халықтың өмір сүру сапасына бағытталған барлық іс-шаралар. Соның ішіндегі қазіргі ауылдарға тартылып жатқан ауыз су мәселесі, жол мәселесі, энергетикасы, электр энергетикасы. Стратегия және экономикалық даму басқармасы басшысының міндетін атқарушы Әсемгүл Тасболат. Биылғы жылға іс-шараларды қаржыландыру көлемі 229 миллиард теңгені құрайды. Шағын несие беру арқылы ауыл халқының табысын арттыруға бағытталған ауыл аманаты жобасы шеңберінде 206 миллиард теңгеге 837 несие берілді. Жол картаның кәсіпкерлікті қолдау бағыты бойынша шағын және орта кәсіпкерлікте жұмыспен қамтылғандар саны 59 мың адамды құрап, өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 19%-ға артты. Жылы 2024 жылы биылға 27 мектептің 10-ын арғай жалғастырамыз. Где-то 20 мектепке болады осы. Келесі 2024 жылы. Жылдың аяғына дейін қалған 6-ын тапсырамыз. 12 медициналық жаңа объектіні облыс көлемінде толық аяқтаймыз.